Бүгін еліміз үшін айтулы мереке деп хабарымыздың басында айтып өттік. Сондықтан төл валютамыз жайлы қызықты деректермен бөліспекпіз. Теңгенің ең алғашқы дизайнын қалам, калька және туш арқылы салынды. Өйткені әрлеушілердің қолында бұдан басқа ешқандай құрылғы болмаған екен. Теңгенің бірінші топтамасы Harrison and Sons фабрикасында Лондонда басылып шығарылды. Оны елге жеткізу үшін тасымалдаушылар 18 әуе сапарын жасаған. Қазақстанда ақша басым шығарылатын өз фабрикамыз 1995 жылы ашылды. Соның арқасында Қазақстан ерекше атаулы күндерде мерекелік банкноттар шығаруға мүмкіндік алды. Ұлттық валютаның атауына сом, ақша, алтын секілді атаулар бақталас болған. Яғни теңге атауымен бірге осы нұсқалар да таңдауға түскен. Теңге жалған ақша жасаушыларға қарсы тұра алатын әлемдегі ең қауіпсіз валюта. Америкалықтар теңгенің технологиясына сүйеніп, доллар қауіпсіздігін күшейткен. Теңге банкнотасына қатарына 3 рет 2011, 2012 және 2013 жылдары дүние жүзіндегі ең үздік қағаз ақша ретінде танылды. Теңге жайлы қызықты ақпараттар мұнымен таусылмайды. Әріптесіміз Маржан Нүсіпбек дайындаған сюжетке зер салайық. Бүгін төл валютамыз теңгенің айналымға енгеніне 25 жыл толды. Ширек ғасырлық тарихы бар валютамыз шарықтатты, құлдырап басқа валюталардың ығына да жығылды. Бірақ біз бүгін ол туралы емес, төл ақшамызды айналысқа енгізу, оны шығару туралы және осы бойынша шешімді кімдер қабылдайтынына тоқталамыз. Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің банкноталар және монеталарын айналысқа шығару туралы шешімді және айналыстан алып қою туралы және ескі үлгідегі банкнота түрлерін жаңа үлгідегі банкнота түрлеріне әрбасты жүргізеді. Сол сияқты ұлттық банк филиалдарынан, яғни сіздер айырбастап ала аласыздар. Әрине, төл теңгеміздің қалай жасалатынын да көруге болар еді. Алайда валюта жасау мемлекет құпиясы, қандай қағаз қолданатыны немесе техника түрлері жасырын сақталатыны белгілі. Сондықтан да әлем бойынша ұлттық теңгеміз барынша қорғалған валюталардың бірі, әрі дизайны жағынан да әлемде өзгелерден оқ бойы озық. Интерполдың ұсынысы бойынша жалған ақша шығарушылардың алдын алу үшін әрдайым жаңағы ақша белгілерінің дизайнын, түрін және де көптеген ақша белгілерінің көптеген түрлерін жаңартып отыруымыз керек. Ал монеталар ше, олардың қандай түрлері бар екенін және қайда шығарылатынын білеміз бе? Қазақстан Республикасының ұлттық банкі монета өнімінің 3 түрін шығарады. Атап өтетін болсақ, біріншіден инвестициялық монеталар, екіншіден коллекциялық монеталар және үшіншіден бұл циркуляциялық монеталар. Инвестициялық монеталар дегеніміз жинақтау объектісі болып табылады. Коллекциялық монеталар дегеніміз бұл коллекциялау, яғни естелік, ескерткіш монеталар болып табылады. Ал циркуляциялық монеталар қазіргі таңда айналыста жүрген монеталар болып табылады, яғни бағалы емес металдардан жасалған монеталар. Осы атап өткен монеталарымыз, яғни коллекциялық, инвестициялық, циркуляциялық монеталар Өскемен қаласындағы Қазақстан теңге сарайында басылып шығарылады. Естеріңізде болса, 2006 жылғы үлгідегі 2000, 5000 және 10.000 теңгелік банкноталар 2016 жылдың 4 қазаннан бастап айналыстан шығып қалса, 1000 теңгелік банкнота 2017 жылдың 1 наурызынан бастап қолданыстан шықты. Яғни қазір бұл банкноталарды алда-жалда кездестіріп қалсаңыз, тек ұлттық банк филиалдарынан айырбастай аласыз. Маржан Нүсіпбек, Дастан Әлішев, арнайы қайырлы таң үшін.